Қоқыс жәшігін таппадым. Қоқыстар осы жерде қала берсін. Табиғатқа әсер етпейді ғой. Кемпір, мына бұзақы балалардың шашып кеткен қоқысына қарашы. Иә, қазіргі жастарды түсінбейсін. Табиғатты айналудың орнына табиғатты ластап жатыр. Ертең оның зардабын өздері шегеді. Достар, қоқыстар, мен бағана табиғат анадан жаман хабар естідім. Егер біз дәл осылай табиғатта өмір сүрсек, табиғат ана апатқа ұшырайды екен. Я, дұрыс айтасың Бөтелке. Егер бізді адамдар жинамаса, олар үлкен апатқа ұшырайды. Біздің ешқандай жазымыз жоқ қой. Мен бармын, балалардың балмұздақ жейтін қасығымын. Жоқ, бұл өтірік. Біз мықтымыз, біз мәңгі өмір сүретін патшалықпыз. Жоқ, патшам, егер біз осылай өмір сүрсек, теңіздерде қалқып балықтарды улаймыз екенбіз. Ағаштардың астында ағаштарға ең керекті құнарлы топырақты улаймыз. Біздің түк жазымыз жоқ. Адамдар өздері бізді шашып, ертең өздері азап шегеді. Біз енді не істей аламыз? Біз қайттан өңделеміз. Біз затқа айналғымыз келеді. Мысалы, гүл салатын құмыраға, не болмаса орындыққа. Біз қайттан өңделеміз. Мүмкін, мен қателестім. Менгі дұрыс емес шығармыз. Табиғатты ластайды екенбіз. Я, мен де, Бөтелке, сен дұрыс айтасың. Мен де сен сияқты заттарға айналғым келеді. Уәде береміз, табиғатты қорғаймыз, қалдықтарды сұрыптаймыз. Табиғат ортақ үйіміз, таза болсын күніміз, пластик болса ойларда, қайта өңдеп қолдасын. Бүгінгі табиғатты қорғайық атты қойылымымыздың басты кейіпкерлері: Бөтелке бала, мен Ерлан Айару. Пакет, мен Ситкар Сағдия. Қасық, мен Тимур Жамал. Пластик патша, мен Рысбекова Ұлдана.